Сәлем достар, сіздердің назарларыңызға психологиялық тестті ұсынамын. Өзгеру үшін не істеу керек? Берілген суреттен өзіңізге ұнаған алманың суретін таңдаңыз. Егер бірінші алманы таңдаған болсаңыз, қиындықты, бақытсыздықты, салмақты қабылдайсыз. Басыңызда бұл шала қалса, кейбіреулер секілді еңсеңіз еліп өмірден түңілмейсіз. Өмір алдыңызға тосқан тосқауылдан, сынақтардан оңай өте аласыз. Айналаңыздағы адамдардың пікірі сіз үшін бос әңгіме. Өзіңіздің адресіңізге бағытталған жағымсыз пікір мен өсек сөздерді елемейсіз. Психолог мамандардың болжауынша, мұндай адамдарды тым ақылды немесе тым ақылсыз деуге болады екен. Психологтың кеңесіне назар аударатын болсақ, алма ағашынан алыс түспейді. Айтқан сын шын болғанымен түзелетіндер аз. Тым сұрашыл болмаңыз. Турасын айтып туғаныңызға да жақпайсыз. Бетке айтатын тік мінезіңізді өзгертуге тура келеді. Екінші алманы таңдаған болсаңыз, энергиясы мол, шыдамсыз, жансыз. Сіз бір қалыпты өмірден тез жалығатын адамсыз. Сондай күндерді өзгерткіңіз келеді. Өйткені қызықты оқиғалар сізге шабыт береді. Адам өмірге бір-ақ рет келеді деп барлығының дәмін татып көргіңіз келеді. Сіз үшін бәрі тәжірибе, тіпті отбасы құруға да солай қарайсыз. Психолог кеңесіне назар аударатын болсақ, алма піскен соң өзі жерге түседі, күте біліңіз. Піспей жұлып алған соң әрине, бәрі де сіз үшін дәмсіз, қызықсыз. Ұстамдылыққа, салмақтылыққа үйреніңіз. Үшінші алманы таңдаған болсаңыз, айналаңыздағылар сізді ешкімге ұқсамайтын ерекше жан деп сынайды. Ақыл мен кеңес сұрайды. Құрметпен және қызығушылықпен қарайды. Нақтырақ айтқанда, олар үшін сіз білмейтін нәрсе жоқ. Данасыз. Шын мәнінде бұл өзгені өзіңізге тартып тұратын табиғат сыйлаған магниттік қасиет қана. Әйткенмен бұл қасиетті дамытып, дұрыс пайдалана білсеңіз, көзіңізге жеткенмен аяғыңыз жетпеген көп биіктерге шыға аласыз. Төртінші алманы таңдаған болсаңыз, аз сөйлеп көп тыңдайтын өте қырағы адамсыз. Алдыңызда сөйлеп отырған адамның сөзінің ғана емес, әр қимылының астарына үңілесіз. Уақытыңыздың көп бөлігі өзіңізді дамытуға, өміріңізге қажетті кітаптарды оқуға арнайсыз. Қарым-қатынаста ұстамды, салмақтысыз, ынжықтық та жоқ емес. Тек өзіңізге ең жақын адамдар ортасында ғана өзіңізді еркін сезіне аласыз. Психолог кеңесіне назар аударатын болсақ, оқығаныңыз бен білетініңіз көп болғанымен, оны қажетіңізге жарата алмасаңыз пайдасы жоқ. Көрсетпесеңіз ешкім көрмейді. Ашық болғаныңыз дұрыс. Бесінші алманы таңдаған болсаңыз, өмір керемет. Бұл сіздің өмірлік дефизіңіз. Өзгенің жетістігіне шын көңілмен қуана аласыз. Тіпті сіз жауған жаңбырға, күнге қарап та қуанып, өмірден ләззат таба аласыз. Көңілі ақ, жүрегі таза адамсыз. Сіздің риясыз күлкіңіздің өзі айналаңыздағы адамдарға қуаныш сыйлай алады. Бәрін қуантқыңыз келеді-ау, бірақ бұл мүмкін емес. Психолог кеңесінің назарына құрт тәтті алмаға түседі. Кейде қышқылдауда бола білгеніңіз дұрыс. Алтыншы алманы таңдаған болсаңыз, адамдарға сақтықпен қарайсыз. Сенбейсіз және ешкімге сырыңызды да айта бермейсіз. Ұшқыр ой, мықты есте сақтау қабілеті ұштасқан жансыз. Кез келген нәрсенің жағдайдың ұсақ детальдарына дейін көз алдыңызда жаттап қала аласыз. Бұл сіздің ерекшелігіңіз, алайда бұның жаман жағы да бар. Реніш және өкпені ұзақ жыл ұмыта алмайсыз. Сізді өкпешіл, кекшіл, шағымданғыш адамдар тобына қосуға да болады. Психолог кеңесіне назар аударатын болсақ, жеріне қарай жемісі. Адамның бәрінен өзіңізге ұнаған қасиетті іздеп әуреленбеңіз. Әр адамды сол қалпында қабылдауға үйреніңіз. Конфуций аса ақылдылар мен аса ақымақтар ғана өзгермейді дейді. Сіз қайсысына жатасыз? Егер бұл екі топқа да кірмейтін болсаңыз, онда психолог кеңесін орындап, мінезіңізді өзгертетініңіз анық. Өзгертуге әрекет етіңіз.
Ағаш екпей жеміс бермес, іс бітпей жеңіс келмес деген екен. Сіздерге ұсынылған психологиялық тест қызықты болған болса, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Психобум арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.